2023 жылдан бастап жастарға арналған жалдамалы пәтер беру ережесі өзгерді. Бұған дейін айтылған болатын, ол бұрын 29 жасқа дейінгі жастар, яғни 29-ға толмаған Алматы қаласында, Астана қаласында, Шымкент қаласында жұмыс істейтін тұрақты 29 жасқа дейінгі жастар бұл пәтерге, яғни арендаға өтініш бере алатын өзінің талаптарына сай. 2023 жылдан бастап бұл жалдамалы пәтерді өтініш берушілерге қойылатын талап ереже өзгерді. Бұрын біз бұны білетінбіз, 5 жылға аренда 29 жасқа дейінгі деп. Қазір 2023 жылы 35 жасқа толмаған жас адамдар өтініш бере алады, яғни жас ерекшелігі 29-дан 35-ке дейін өзгерді, ұзарды. Одан кейін екінші өзгеріс, бұрын бұл пәтер 5 жылға берілетін, қазіргі таңда бұл пәтер 3 жылға ғана беріледі. Яғни 3 жыл келісімшарт жасалады. 3 жыл келісімшарттың уақыты біткен кезде сіз ол үйді тапсырып босатып беру керексіз. Келісімшартты барлық оригинал документті өткізіп, техпаспорт, акт прием передачи, договордың оригиналын, бүкіл оплата қағазыңызбенен сіз департамент жилияға, яғни управление жилияға өткізіп бересіз 3 жыл. 5 жылдан 3 жылға қысқарды аренда жасау жылы. Және бұл үйдің бағасы, аренда бағасы сіз алған үйдің квадрат метріне сәйкес есептеледі, яғни 5 мың мен 15 мың арасы. Тек қана однокомнатный емес, кей кездері двухкомнатный үйлерде арендаға жатады. Сол уақытта сіз үйдің квадрат метріне сәйкес оплата жасайсыз. Одан кейін тағы өзгерген бір нәрсе, бұл жерде бұрын 2019 жылы бұл арендаға берілетін 5 жылдық жастарға арналған пәтер бағдарламасы жасалғанда тұрақты тіркеу 2 жыл болатын қалада. Қазір 2023 жылдан бастап бұл 3 жыл тұрақты тіркеу болу керек. Сонымен қатар ол кезде бір адам басына, сол үйде отбасы барларға болсын, жеке бір адам болсын, адам басына айлық табысы, яғни белгілі бір суммадан кем болмау керек. Қазір бұл 2023 жылы 138 мың теңгеден аспауы керек болып саналады. Яғни сіз 60-70 мың алатын болсаңыз, айлық официально бұл қатыса алмайсыз, және 200-250 мың деген сияқты ол айлыққа қойылатын шектеу де осы жолы нақтыланған. Бұл барлығымыз білеміз, міндетті түрде сіздің атыңызда ешқандай да жеке мүлік болмау керек. Қазақстан Республикасы бойынша оны анықтамамен дәлелдейсіз. Және бұл бағдарламаға арендаға қатысушы адамның 3 жыл тұрақты тіркеуі болу керек қалада.